Медовый тортқа 300 грамм бал, 500 грамм плюс-минус un, 5 жұмыртқа, 160 грамм қант, 1 сары май, 2 қасық сода. Мұндай кастрольге барлығын салып, ванна парды ертеміз. Жаңағы заттардың барлығын осының ішіне салып, ванна пар жасаймыз, қыздар. Ванна парға салған кезде араластырып тұру керек. Тоқтамай, отта 5 минут, отты өшіріп 5 минут араластырып тұрамыз. Ванна пар, қыздар, судың үстіне қойып, кастрольді тоқтамай араластырамыз. Ішіндегі май, қант, бал бәрі ергенше. Міне, қыздар, мен астын өшіріп тастадым. Тағы кішкене араластырамыз. Май ергенше осындай консистенция болу керек. Міне, қыздар, дайын болған массаны осылай чашкаға құйып аламыз. Кішкене араластырып, ұнымызды просеивать етеміз. Қатты жұмсақ емес, қатты қыз илеп жүрмеңіздер. Ұнды араластырып илеп жатып, өздеріңіз көресіздер. Ұнды бірақ сала салмаңыздар, шетінен салыңыздар. Міне, қыздар, тесто осындай болу керек. Қатты емес, қатты жұмсақ емес, средний. Міне, қыздар, тестоның жұмсақтығы осындай болу керек. Қатты болып кетсе жаюға да қиын, жаңағы піскен коржықтарыңызда қатып қалады. Осылай жұмсақ болу керек. Қатты жұмсатып жүрмеңіздер, ұнның көмегімен қазір жаямыз. Кішкене тұрсын, қойып қойыңыздар. Жаңағы тестомызды екіге бөліп аламыз. Осылай екіге бөліп аламыз. Сосын примерно барлығын бірдей қылып кесеміз. Осылай. Бір қолмен істеген неудобно. Ой, еще теріс жағынан кесіп пышақтан. Тестаны